интернетте жарнаманы қандай платформаларға берген дұрыс? Таргетинг жарнама тиімді ме, жоқ әлде контекстік жарнама тиімді ме? Осы видеода біз таргетинг жарнаманы бөлек және контекстік жарнаманы бөлек алгоритммен жұмыс істейтіндік жайлы ақпарат беретін боламын. Сәлем достар, менің есімім Айбек Өшкен, мен кәсіби маркетолог. Көп жағдайда адамдар интернетте жарнама беретін кезде мынандай сұрақ пайда болады: таргетинг жарнаманы берген дұрыс па, жоқ әлде контекстік жарнаманы іске қосқан дұрыс па? Негізінен, егер сізде бюджетіңіз бар болатын болса, яғни сіздің проектіңізге арналған жарнамаға жеке бюджетіңіз болатын болса, онда контекстік жарнаманы да таргетинг жарнаманы да қосып тестілеп көргеніңіз дұрыс. Бұл қандай жағдайда керек? Өйткені егер де бұл екі платформада қатарынан сіз өзіңіз болмайтын болсаңыз, онда сіздің бәсекелестеріңіз бұл екі платформаны бірден пайдалануы мүмкін. Енді нақты таргетинг жарнаманың қалай жұмыс істейтін және контекстік жарнаманың қалай жұмыс істейтініне тоқталайық. Таргетинг жарнама ол бейсаналы түрде шешім қабылдау үшін жұмыс істейді. Немесе эмоцияға адам беріліп отырған кезде эмоционалды түрде шешім қабылдауға итермелейтін жарнаманың түрі. Мысалға, мынандай жағдайды өзіңіз елестетіп көріңіз. Сіз бір тауарды немесе қызметті пайдаланғыңыз келіп интернеттен іздейсіз. Сол іздейтін тауарыңыз немесе қызметіңізді сіз жұмыста отырып іздеуіңіз мүмкін, болмаса үйде отырып іздеуіңіз мүмкін. Қазіргі заман, өзіңіз білесіз, ақпараттардың тасқыны болып жатқан заман. Сіз қандай да бір кедергіге ұшырап іздеп жатқан жарнамаңызды жоғалтып алуыңыз өте мүмкін және оның ықтималдығы өте жоғары. Болмаса сіздің балаңыз келіп сізді іздеп отырған жеріңізден назарыңызды басқа жаққа аудартуы мүмкін және сіз ол жарнаманы жоғалтып алуыңыз мүмкін. Және ол жарнаманы интернеттен табу өте қиын. Себебі тура сондай бірнеше ондаған немесе мыңдаған компаниялар сізге тауарын немесе қызметін ұсынып жатыр. Дәл сол компанияны іздеп табу өте қиын. Осы жерде таргетинг жарнама өте жақсы жұмыс жасайды. Дәл сіздің іздеген ақпаратыңызды кешке Инстаграмда немесе Фейсбукта лентаны ақтарып отырған кезде дәл алдыңызға алып шығады. Соны алдыңызға визуалды түрде алып шыққан кезде сіздің бейсаналы түрде миыңыз жұмыс жасап, осыған дейін көрген жарнаманы, осыған дейін көрген баннерді немесе қызметті, болмаса тауардың түрін сол сәтте бірден танып, сол тауарды немесе қызметті белгілі бір дәрежеде іс-әрекет орындауға итермелейді. Сіз оған не коммент жазасыз, лайк қоясыз, бөлісесіз, болмаса бірден телефонды алып хабарласасыз. Яғни менің айтқым келгені, таргетинг жарнама осылай визуалды түрде өте жақсы жұмыс жасайды. Себебі әр браузерде арнайы куки деген кодтар болады. Ол кодтар сіздің әлеуметтік желінің сыртындағы, болмаса одан тіпті шығып кеткен кездегі іс-әрекеттеріңізді де бақылай алады. Яғни сіздің не істеп, не іздеп жүргендігіңізді қадағалап, дәл сізге керек ақпаратыңызды Фейсбуктың немесе Инстаграмның лентасынан алып шығады. Бұл таргетинг жарнаманың жұмыс істеу принципі. Яғни сізге бейсаналы түрде шешім қабылдауға және эмоционалды түрде шешім қабылдауға итермелейтін жарнаманың түрі. Екінші жарнаманың түрі ол контекстік жарнама деп аталады. Контекстік жарнама ол іздеу жүйелеріндегі жарнама. Бұл жарнама қандай жағдайда тиімді және қалай жұмыс жасайды? Көбінесе контекстік жарнамада адамдар саналы түрде, мақсатты түрде белгілі бір тауарды не қызметті іздеп, Google-да немесе Яндексқа іздеу жолағына сіздің тауарыңызды не қызметіңізді жазады. Сол кезде Google және Яндекс алдыңғы орынға шығу үшін сізге 4 позицияны және астыңғы орындағы 4 позицияны ақылы түрде ұсынады. Органикалық түрде, яғни ақысыз түрде Google мен Яндекстің іздеу жүйелеріне шығу өте қиын. Себебі ол жерде кілт сөздермен біраз уақыт жұмыс істеу керек. Ал егерде сіз ақылы жарнаманы қолданатын болсаңыз, сол алдыңғы 4 позицияға бірден атып шығуға мүмкіндігіңіз бар. Бұның артықшылығы сізді мақсатты түрде іздеп жүрген адамға керек жерінде керек ақпаратты, керек сайтын дәл уақытында ұсына аласыз. Яғни таргетинг жарнама және контекстік жарнама бұл екеуі екі түрлі алгоритммен жұмыс істейтін жарнаманың түрі. Сондықтан да сізге жарнама беретін кезде бюджетіңізге сәйкес және мақсатыңызға сәйкес не таргетинг жарнаманы, не болмаса контекстік жарнаманы таңдауға тура келеді. Менің ұсынатыным екі платформаны да жарнамаға салып тексеріп көріңіз. Бұл сізге 10 есе немесе 100 есе қайтып келетіндігіне сеніміңіз мол. Сондықтан да бұл жарнаманы және платформаларды өз кәсібіңізде тестілеп көріңіз. Осы видеода айтылған ақпараттар сізге барынша пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеоларда жолыққанша.